Сәлеметсіңдер ме, құрметті балалар? Бүгін бізде математика негіздерінен ұйымдастырылған оқу қызметі. Тақырыбы танысу, не қайда орналасқан. Мақсаты кеңістікте бағдарлану, сол жақ, оң жақ, үстінде, астында, алдында және артында. Ендеше ең бірінші шаттық шеңберін айтып алайық. Қайырлы күн, достым. Қайырлы күн болсын. Бүгінгі күн сәттілікке толы болсын. Біздің алар бағамыз кілек бестік баға болсын. Балалар, қараңдаршы, мына суретте не бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар, бұл жерде үй және ағаш. Енді сіздерге сұрақ, ағаш үйдің қай жағында орналасқан? Дұрыс айтасыңдар, ағаш үйдің сол жағында орналасқан. Ал енді келесі суретке қараймыз. Мына жерде ағаш қай жерде орналасқан? Дұрыс айтасың, ағаш үйдің оң жағында орналасқан. Келесі суретке назар аударамыз. Шарбақ пен күшік, суретте. Күшік шарбақтың қай жерінде тұр? Дұрыс айтасың. Күшік шарбақтың алдында отыр. Келесі суретке қараймыз. Бұл жерде күшік қай жерде орналасқан? Шарбақтың алдында ма, жоқ әлде артында ма? Дұрыс айтасың. Күшік шарбақтың артында. Келесі алма үстелдің үстінде ме, жоқ әлде астында ма? Алма столдың үстінде. Келесі суретте алма қай жерде тұр? Алма үстелдің астында. Дұрыс айтасың бала. Дұрыс айтасыңдар балалар. Сендер дұрыс тауып жатсыңдар, жарайсыңдар. Ендеше келесі ойыншықтарға қарайық. Ойыншықтар қораптың ішінде. Қай ойыншық қораптың ішінде орналасқан? Қораптың ішінде пирамида ойыншығы, ал Юла қай жерде жатыр? Юла қораптың сыртында жатыр. Дұрыс айтасың. Юла қораптың сыртында, ал пирамида қораптың ішінде. Жарайсыңдар. Сендер өте ақылдысыңдар. Ендеше балалар, бір сергі балайық. Оң қолымда 5 саусақ. Сол қолымда 5 саусақ. Алақанды ашамыз, 5-ке 5-ті қосамыз. Кел санайық, ал мұны нешеу болды барлығы? 10 саусақ. 1, 2, 3, қарлығаш боп ұш. 4, 5, 6, аспанда ұшып қалқы. 7, 8, 9, 10, орныңа кеп қон. Жарайсыңдар балалар. Осы сергіту сәтін аналарыңның көмегімен үйде қайталап көріңдер. Ендеше балалар, келесі тапсырмаларға назар аударайық. Бізде тапсырма танысу, не қайда орналасқан. Осы нұсқаулар бойынша қай жерде не орналасқанын маған записпен айтып беріңдер, балалар. Келесі екінші тапсырма. Нұсқама бағытын айт және боя дейді. Бұл бізде екінші тапсырма. Балалар, қараңдаршы, ең бірінші жасыл түсті нұсқама қайда қарап тұр? Дұрыс айтасыңдар, төменге қарап тұр, Келесі сары түсті нұсқама қай жаққа қарап тұр? Оң жаққа. Қызыл түсті нұсқама бағытын айтыңдаршы қане? Сол жақта, Және көк түсті нұсқама ол қай жаққа қарап тұр екен, балалар? Жоғарыға қарап тұр екен. Осы нұсқама бағытын өзіміздің дәптерлерімізге салып, бояп, маған суретке түсіріп жіберуді ұмытпа, балақай. Жарайсыңдар. Сендер өте дұрыс таптыңдар. Ендеше нұсқама бағыты бойынша тағы бір сұрақ қояйын, балалар, сендерге. Балалар, бізде келесі тапсырма нұсқама бағыты бойынша сұрақтар. Қазір сен маған көк,
Қызыл, жасыл, қызғылт сары нұсқамаларының бағыты қай жерге қарап тұрғанын айтып жібер. Жақсы ма, балақай? Балалар, бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады ма? Ендеше, түсіндім, басқаға да үйрете аламын десеңіз, бірінші смайлдың суретін маған салып жібер. Түсіндім, бірақ сұрағым бар десең, екінші смайликтің суретін маған салып жібер. Түсінбедім, бүгінгі сабақ маған қиынға соқты десеңіз, маған үшінші смайликтің суретін салып жібер. Балалар, бүгінге біздің оқу қызметіміз аяқталды. Сау болыңыздар.